Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырзаны кәріс жеріне келе жатқандығын барлықтарыңыз білесіздер. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли өзінің Facebook парақшасында жазды. Біз мемлекет басшысын кәріс жеріне келуін 8 ай күттік. Екі мемлекет басшыларының кездесуінде жоғары деңгейдегі келіссөздер жасалмақ. Осыдан 2 ай бұрын Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Мирзияевтің Корея басшысы Мун Чже Ин мырзамен онлайн кездесуі болды. Кездесу барысында жалпы 48 компаниямен келісім шарт жасалып, екі мемлекет арасында жұмыс визасы қайта қарастырылды. Қазіргі таңда Өзбекстан Республикасының азаматтары Кореяға 6 айлық жұмыс визасымен келіп, заңды түрде жұмыс істеп жатыр. Біз қазақстандықтар да Кореяда заңды мигрант болғымыз келеді. Бұл туралы алдыңғы үндеулерде айтылған. Құрметті президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ертеңгі Корея басшысы Мун Чже Инмен болатын кездесуде екі мемлекет арасында жұмыс визасын ашып берулеріңізді сұраймыз. Егер отандастарымыз Кореяға заңды келіп жұмыс істейтін болса, бір жылда барлық несиесін жауып баспаналы бола алады. Ал Қазақстанда жұмыссыз жүргендердің саны 3 есеге азаймақ. Коронавирус пандемиясы басталғанда Кореяда көптеген шетел азаматтары елдеріне қайтып кеткен болатын. Қазіргі таңда Кореяның ресми ақпараттары бойынша Кореяда шетелдіктерге жұмыс бар, ал ол жұмыстарды істейтін адам тапшы. Жұмыс визасы 5 жылдық болмаса да 2 жылға мемлекет арасында шекараны ашып берулеріңізді сұраймыз. Біз мемлекет басшысынан жоғары жалақылы жұмыс, басымызға баспана сұрап жатқан жоқпыз. Бар болғаны бір жапырақ қағаз. Самат Ахмет, Корея жаңалықтары.